Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен ерекше трещина печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді песочный. Дәл бұл рецептпен сіздер сатылымға шығарсаңыздар болады, және үйдегі балапандарыңызды қуансаңыздар да болады. Бұл өте ерекше жұмсақ печенье. Оригинал рецепт. Ендеше рецептпен бөлісейін. Барлық грамдарын видеоның соңына қалдырамын. Ұнымызға сахарный пудрамызды қосып аламыз. Малайзия какаоасымен де өте дәмді шоколадтың дәмін береді. Шым-шым тұз қосасыздар. Және разрыхлитель. Менде килограммдық разрыхлитель, Пакнердікі өте жақсы шығады. Және жақсылап араластырып алыңыздар. Егерде жөнді араласпай қалса, печеньелеріңіздің арасынан тұздың және разрыхлительдің дәмі шығып жаман дәм беріп тұруы мүмкін. Енді сливочный масломызды қосып аламыз. Және бұны жақсылап араластырып алыңыздар. Достар, егер менің каналыма жаңадан келсеңіздер, тегін лайкты басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге қызықтыратын сұрақ болса, комментарийге кез келген сұрақтарыңызды күтемін. Жұмыртқамызды осылай алдын ала ыдысқа салып, екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Енді қолмен илеп, қамырымызды илейміз. Бұл печеньенің тестасы өте жабысқақ болып келеді. Оған көп ұн қосудың қажеті жоқ. Өзінің құрамы осылай. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бұны холодильникке 1,5 сағатқа қойсаңыздар болады. Әлде асығыс болсаңыздар, морозильникке 1,5 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Одан көп қалып кетпесін. Морозильниктен тестамыз алынды, салқындатылған. Енді осыны чайный ложкамен жаңғақтың көлеміндей осылай шеңберді жасап аламыз. Және сахарный пудрамызға араластырып аласыздар. Дәл осылай барлығын өстіп жасап шығасыздар. Егер көлемін үлкейтіп істемесеңіздер де болады, бірақ осы жаңғақтың көлеміндей өте әдемі көрінеді. Менде дәл осы рецептпен 35 штук печенье шықты. Барлығын осылай сахарный пудраға жақсылап араластырып аласыздар, ойнатып аласыздар. Енді бұл печеньенің пісірген кезде міндетті түрде мән беріңіздер және сақ болыңыздар дегім келеді. 190 градуста 13 минут пісіресіздер. Егер 15 минут, 16 минут қарай өтіп кетсе, әрбір секунд мұнда үлкен рөл атқарады. Печеньеңіз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде оған мән беріңіздер. Піскен кезде печеньеңіз өте жұмсақ болып тұрады, бірақ суығаннан кейін қалпына келеді. Оған уайымдамаңыздар. Барлығын осылай сахарный пудраға ойнатып аласыздар. Құрметті менің жаңа көрермендерім, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де тегін лайкты басуды да ұмытпаңыздар.
ойламаңыздар. Менің каналыма